Тараз қаласы Қаратай Тұрсынов атындағы номер 53 орта мектептің химия пәнінің мұғалімі Қатханова Камшат Бейсенбекқызы. Мен 8-ші сыныптарға арналған оксидтердің құрамы, жүктелуі, алыну тақырыбы бойынша өтілетін сабақ туралы айтқым келіп отыр. Сабақтың мақсаты оксидтерді басқа заттардан ажырата алуға, ерекшеліктерін түсінуге, атай алуға, реакция теңдеуін құрастырып, есептер шығаруға, алған білімдерін өмір тәжірибесінде қолдануға ықпал ету. Барлық оқушылар оксидтерді атай алады, реакция теңдеулерін мұғалімнің көмегімен жаза алады. Көптеген оқушылар оксидтерді атай алады, ажырата алады, бағалай алады, өз білімін салыстыру арқылы алгоритм бойынша есеп шығарылады. Кейбір оқушылар оксидтерді атай алады, ажырата алады, өз білімін бағалай алады, салыстыра. Және оларды жеміс таңдау арқылы топтарға бөлу және бағалау парақшасын тарату. Екінші кезең ол оқушылардың үй тапсырмасын орындауын тексеру. Мен оқушылардың үй тапсырмасын сиқырлы қорапшадағы сұрақтар арқылы тексердім. Ол үшін оқушылар қорапшадағы сұрақтарды алып, сол сұрақтарға параққа жауап береді. Және ол сұрақтардың жауаптарын бір-бірімен тексереді. Бұл тәсілді алу себебім оқушылардың оттек бойынша білетін білімдерін тексеру мақсатында сұрақтар қою. Сабақтың ортасы. Интербелсенді тақтаға органайзер арқылы оқушыларға формулалар беріледі. Сол формулалардың ішінен оқушылар оксидтерді теріп жазады да артық формулаларды сызып тастайды. Осы формулалар арқылы оқушылар оксидтер деген ұғымды айта алады. Оқушылар дәптерлеріне оксидтерге анықтама беріп, олардың бинарлы қосылыстар екенін айтып, және құрамында оттек болатынын түсіндіріп айтады. Мұғалім бұл жерде оксидтердің атауын және жүктелуін түсіндіреді, оқушылар оны дәптерге жазып алады. Келесі, оксидтердің химиялық қасиеттерімен танысу. Оттектің химиялық танысу мақсатында оқулықпен жұмыс жасайды. Оқушылар тақтаға шығып тәжірибе жасайды. Кальций оксидіне су қосу арқылы кальций гидроксидін алады. Және купрум гидроксидін ыдырату арқылы купрум оксидін алады. Оқушылар қауіпсіздік техникасын еске түсіріп, реакция теңдеулерін тақтаға жазады. Сол құрастырған теңдеулері бойынша есептер шығарады. Келесі сергіту сәті. Сергіту сәтінде оқушыларға мультимедиялық жаттығулар ұсынылады. Ол жаттығулар бойынша оқушылар есептер шығарады, реакция теңдеулерін жазады, өзін-өзі бағалайды. Оқушыларға оксидтердің формуласы жазылған парақ таратылады. Оқушылар екі түрлі әдіспен атайды. Біреуі жаңағы берілген оксидтердің атымен, екінші ди, моно, яғни грек әріптерімен атайды. Оқушыларға ең соңында сабақты қорыту үшін теңгелік тапсырмалар орындалады. Ол теңгелік тапсырмаларда А, В және С деңгейі бойынша есептер беріледі. Оқушыларға таратылған бағалау критериясы бойынша өздеріне жиынтық бағалауын қойдырады. Бұл жерде оттектер туралы теориялық білімі мүлдем білмедім, дұрыс жауап және 5-6 дұрыс жауап деген бойынша бағаланады. Одан кейінгісі реакция теңдеуін дұрыс құрастыра алу, есептің шешуі, оксидтерді атай алуы, оксидтерді жүктей алуы. Оқушыларға деңгейлеріне байланысты үй тапсырмалары беріледі. Есептер жинағынан есептер беріледі.
ең соң сабақтың соңында оқушыларға стикер таратылады. Сол стикерлер бойынша оқушылар екі сөз бойынша жауап жазады. Біріншісі мен не үйрендім, екіншісі мен не білдім. Енді саралауға келетін болсақ, бірінші тапсырмада мен сиқырлы қорапшадағы сұрақтар бойынша барлық оқушыларға қолдау көрсеттім. Көпшілік оқушыларға графикалық органайзер ұсыну арқылы олардың акситтердің түрін ажыратуды үйретті. Үшінші тапсырма бойынша кейбір оқушыларға деңгейлік тапсырмалар берді. Назарларыңызға рахмет.